Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Динара. Бүгін осындай өте жұмсақ, үлпілдеп тұратын бауырсақтардың рецептісімен бөлісетін боламын. Менің каналымда алдағы болатын жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар. Ыдысымызға қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз, және де сүт менде холодильниктен шыққан, сондықтан екеуі жылы консистенция береді. 7 грамм дрожжімізді саламыз, 2 шай қасық қант және 1 шай қасық тұзымызды саламыз, 2 шай қасық майонез, және де сіздерге түсінікті болу үшін 3 шай қасық сұйық май қостым. Осының барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Ұнымыздың барлығын қосып, мен алдын ала елеуіштен өткізіп қойдым. Және де осының барлығын қосып, жұмсақ қамыр елейміз. Мінекей қыздар, қамырымызды жұмсақ қылып илеп алдық. Қараңыздар, жұмсақ, қолымызға майымызды құйып, тағы да бір қамырымызды илеп жібереміз. Осының салафанмен бетін жауып, 30-40 минутқа жібереміз жылы жерге. 40 минутта қамырымыз жақсы көтерілді. Енді осыны ұнымыздың көмегімен сеуіп отырып, бір келкі етіп жаямыз. Міне қыздар, қамырымыздың қалыңдығы примерно осындай болады. Осылай ғып жайып алдық. Енді менде кесетін болмағандықтан осындай мен кесемін. Сіздер өздеріңізде болса, солмен кесе берсеңіздер болады, және де стаканның көмегімен кесуге болады. Қараңыздар, егерде осындай кукурузының сыртымен кесетін болсаңыздар, жаны кішкене шығып тұрады. Мен үйге жасағандықтан ештеңе етпейді. Сіздер топ-томалақ нәрсемен кесуге тырысыңыздар. Қамырымыздың барлығын осылай домалақтап кесіп аламыз. Осылай орамалға арасынан біраз орын қалтырып, 5-10 минут нанымызды тындырып аламыз. Әзірше майымызды қыздырып, бауырсағымызды саламыз, және де бауырсақ майға толығымен малынып тұру керек. Осылай екі жағы қызарғанша қуырып аламыз бауырсақтарымызды. Басында майды қыздырып аласыздар да, одан кейін ақырындап сәл басып қойсаңыздар болады газдың астын. Мына жақта менің уже піскен бауырсақтарым. Қыздар, қараңыздаршы, өте әдемі болып шықты, және де үлпілдеп тұр ғой. Қазір ортасын бөліп көрсететін болам. Енді сіздерге бір айта кететін жайт, егерде бауырсақтардың жан жақтарын пісіру үшін осылай вилкамен басып, толықтай қызартып пісіріп аламыз. Біздің бауырсақтарымыз дайын, үлпілдеп, өте жұмсақ болып шықты. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Динара. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.